Сәлем, балалар. Сендер қыста көлдер мен өзендердің мұз болып қататынын білесіңдер ме? Ал сол мұздың астында не болып жатқанын ойлап көрдіңдер ме? Мұздың астында да тіршілік бар. Ол жерде балықтар өмір сүреді. Балықтар да біз сияқты тыныс алады. Бірақ олар ауаны өкпемен емес, желбезегі арқылы алады. Балықтар суда аузына жұтып желбезегі арқылы өткізеді. Сол кезде суда еріген оттегін алады. Қыста су беті мұзбен жабылады. Мұз қалың болған сайын суға ауа аз түседі. Ал ауа азайса балықтарға қиын болады. Олар баяу қозғалып әлсірей бастайды. Сондықтан адамдар кейде мұзға ойық жасап суға ауа жіберуге көмектеседі. Бұл балықтардың тірі қалуына өте маңызды. Есіңде сақта, балықтар да тіршілік иесі. Оларға да ауа қажет. Табиғатты қорғап, жануарларға қамқор болайық.